Ayşe anamızın hadisinde geledi, Allah razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamların içindeki en minez ahlak, en körkем peygamberimiz dedi. Kaşanda ashablarından bolsun, nemese janiyasından bolsun birov şahratın bolsa, labbeyk deb cevap beredi. Labbeyk degen dayımмын, aytыңыз деген söz ғой. Labbeyk deb cevap berеді eкен да. Сол үшін de mana ayetçisi deydi. Ve inneke le'ala hulukin azim. Arasında sen ulu minez ahlak iyisin degen ayetçisi deydi da qarаңыз. Budan шығатын нәрсені Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ешқашанда біреу шақырса әрқашанда не ләббәй деп жауап беретін болған екен. Бірінші ләббәй. Бұл деген нәрсе не? Бұл деген нәрсе пайғамбарымыздың қандай дәрежесі биік болса да не адамдармен қарым қатынасының мықтылығын көрсетеді. Пайғамбарымыздың өмір тарихына қарайтын болсақ, пайғамбарымыз бір мәселе айтты ма, сол мәселеде пайғамбарымыз не өнеге болады да. Барлық мәселеде. Mesela Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ dedi. Aslında Allah'ın elçisinde sizler için көркем өнегелер бар dedi. Мына жерде қандай өнеге? Қараң, пайғамбарымыз да айтып жатыр да. Айтты ғой, Алла тағаламен байланысты мықтыла, Алладан қорық, адамдармен жақсы қарым қатынасты бол деді. Енді қараң, Айша анамыз айтып жатыр да, асхабтары және де жанұясы шақыратын болса, ләббәй деп жауап беретін болған. Пайғамбар жаңа бір хадисте келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды кішкентай бала келіп қолынан жетектеп шақырып алып кететін болса, артынан еріп бара беретін болған дейді да. Өте қарапайым болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Адамдармен қараң, сөзіне амал етеді да. Алла тағаламен байланысшы, түндерде намаз оқыған уақытында аяқтары, табандары жарылып кететін да. Табандары жарылып кететін. Айша анамыз, Allah разы болсын, о Алланың елшісі, сіздің алдыңғыда кейінгіде күнәларыңыз кешірілген ғой. Неге бұлай өзіңізді қинайсыз? Өзіңізге жаныңыз ашсын деген уақытта, Айша, шүкірлік етуші пенделерден болсам болмай ма деген екен да. Қараңызшы. Алламен байланысы мықты, адамдармен қарым қатынасы мықты болды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол үшін әрқашанда біз пайғамбарымыздың мінез, құлқымен, ақлақымен мінезденуге біз әрқашан тырысуымыз керек.